Шымкент қаласынан келдім арнайы, міне сіздердің аманаттарыңыз Атырау қаласынан келді. Баршаларыңызға мың алғыс айтамыз. Міне діттеген жерге аман-есен жетті. Қазір міне штабқа келіп түсіріп жатырмыз. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілейміз. Біз Атырау қаласындамыз. Арнайы дайындалған штабтамыз. Біз кешегі сіздер салып жіберген көмектің барлығын осында алып келіп түсірдік. Осы жерден Құлсары қаласына жіберіледі. Құдай қаласа кешке темір жол пойызбен барлығын артып жібереді. Құрметті достар, енді келесі су алу қаупі бар аймақ ол Атырау қаласы болып тұр. Өйткені бұл Атырау қаласына соңғы қала, осы қаладан кейін су теңізге құйылады. Сондықтан да қауіп өте қауіпті болып тұр. Былайша айтқанда, енді келесі кезек су алу қаупі Атырау қаласы ең үлкен қала. Енді осы қаланың жұрты дайындалып жатыр. Жайық өзені қатты тасуы мүмкін. Сол жерлердің барлығын жағасын бәрін күшейтіп, барынша жұмыс жасап жатыр. Енді қаласының сыртындамыз. Жайық өзенінің жан-жағын күшейту мақсатында мінекей халық болып, ел болып сақтандыру бөгеттерін жасап жатырмыз. Мінекей барлығы қызу жұмыс болып жатыр. Бізде қараңыздар, міне мына жерде 25 мың, 30 мың қапшықтай қазір дайын тұр. Бізге әлі де қапшықтар керек. Өйткені осында Жайық өзенінің жағасын осындай екінші бөгет, осы бөгетті күшейту мақсатында біраз жұмыстар жасалып жатыр. Құрметті Атырау қаласының тұрғындары, егер сіздердің қолдарыңыз босап жатса, кешке жақын осында штаб құрылған. Осы штабқа келіп, өздеріңіздің күштеріңіз керек. Осындағы бізге әлі қол жетіспей жатыр. Және де басқа қаладан келетін гуманитарлық көмек жіберетін ағалар, бауырлар, қазақ елі арнайы осындай қапшықтар, яғни мынандай мүшектер, одан кейін прожекторлер, және де күрек, сонда генераторлар, өте қайықтар өте тапшы болып тұр. Сондай. Құрметті достар, біз қазір Жайық өзен жағасынан, қаланың ортасынан өтеді бұл өзен. Сол мосттың астынамыз. Жігіттер полный барлығын күшейтіп істетіп жатыр. Бұның барлығын жасап жатқан осы жергілікті тұрғындар, жігіттер, бауырларымыз, Алла разы болсын. Барлығы ұйымдасып, күшейтуге жұмыс жасап жатыр. Енді мына жерге су толған жағдайда осында барынша бөгеттерін жасап жатыр. Енді бұл жерде жергілікті жігіттердің айтып жатқаны, бізге тағы да көмек қол осындай заттар керек. Мынандай қапшықтар керек, және де қайықтар керек, генераторлар керек, және де палаткілер керек. Сондай жағынан бізге көмек сұрап жатыр. Құрметті ағайындар, барынша көмек қолын жіберейік. Құрметті қазақстандықтар, бұл да бір сынақ, бұл сынақтан аман-есен өтіп алсақ деп жатырмыз. Мінекей мына жігіттердің жұмыс істеп жатқанын көріп, шынайы өздерінің жанашыр екенін көрсетіп жатыр. Аман болайық. Достар, арнайы штабқа келдік. Міне біздің штабқа осындағы барлық заттардың, барлық гуманитарлық көмектің барлығы осында келіп, осында қойылып жатыр. Осында упаковать етіп, реттеп, шын жаңағы зардап шеккен облыстарға, ауылдарға, мұқтаж жандарға шынымен бөліп беретін болады. Осында біздің еріктілер, волонтерларға үлкен алғыс айтамыз. Барлық өз еркімен осындай қарапайым халықтың көмегімен жасалып жатыр. Құрметті достар, біз тағы да айта кететін жайт, бізге жаңа құрал сайманнан күрек, қаптар және прожектор, генератор, осы заттар өте қажет болып жатыр. Құрметті Атырау халқы, құрметті ағайындар, құрметті қазақ елі, осындай заттарды көбірек жіберсеңіздер деп жатырмын. Өйткені келесі аумаққа қатты дайындық болып жатыр. Алла разы болсын. Мінекей халық өздерінің қолынан келгенше бар көмектерін алып келіп осы штабқа тастап жатыр. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Күшіміз бірлікте, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ауыл жоқ қой енді. Әрдайым осындай қазақтың біріншілігі
Рахмет. Рахмет баршамызға, Алла разы болсын жігіттер.